Армысың достар, қайырлы күн. Жаңадан келіп жатқан жас трейдерлар. Сіздермен бүгін брокерлік сауда платформасында теханализдер жайында және де сол сауда платформасындағы сауда структурасы жайында, сонымен қоса бағаның жоғары не төмен кетуі жайында, онымен қоса осы брокерлік сауда платформасындағы индикаторлар жайында және де сауда структурасындағы Билл Вильямстың теория хаусы жайында ақпараттармен бөліскім келіп отыр сіздермен. Өздеріңіз білесіздер, брокерлік сауда платформасында трейдерлардың көбінесе бағаның алдағы уақытта төмен не жоғары кететін, не болмаса балагетіс болатын анықтап отыратын индикаторлар пайдаланатын. Сауда платформасында алдында болып кеткен тарихына қарап, сол жайында алдағы болатын сауданың не жоғары не төмен кететінін анықтайтын өздеріңіз білесіздер. Сауда платформасында индикаторлар арқылы облигациялардың, акциялардың, алтындардың, мұнайлардың, немесе тағы да басқа құнды заттардың бағаларын төмен не жоғары кететінін анықтау мәселесінде осы құралдарды пайдаланатынын өздеріңіз де білесіздер. Алайда бұл жерде айтып кететін жайт, брокерлік сауда платформасындағы көп индикаторлардың көбісі нақты тура ақпараттарды бере бермейді. Бұл брокерлік сауда платформасында жаңадан келіп жатқан жас трейдерларға ескертетінім, ең алдымен бұл жерде суыққандылық таныту керек. Екіншіден, психологиялық өзінің ұстау қабілетін әкелу керек. Үшіншіден, тәуекелдікке бару. Трейдерлардың ішіндегі ең керемет білім берілгені Билл Вильямстың теория хаусы, осы структурадағы теориясы, соны қабылдадым. Себебі Билл Вильямстың бірнеше кітаптары бар, оның ішіндегі торговый хаус дейді, саудадағы хаус, және де тағы да сондай сияқты кітаптарын шығарып үлгерді. Билл Вильямстың теория хаусындағы нақты ақпараттар, ол брокерлік сауда платформасында акцияларды, облигация сатып алуға бола ма, сатып алуға болмай ма, олардың бағасы жоғары кете ме, олар бағасы төмен кете ме, соны нақты анықтап көрсетіп отыратын оған да көзім жетті. Қазіргі кезде Билл Вильямстың осы теория хаусы жайындағы структурадағы теханализдері қазіргі уақытта бірнеше трейдерлерға көмегі тиіп жатыр. Себебі осы Билл Вильямстың осы теория хаус жайында шығарған кітаптарын көбінесе осы сауда платформасындағы өте керемет адамдар Билл Вильямстан бұл кітапты шығармауын сұранған, оған тіпті бірнеше миллиондаған ақша ұсынған. Алайда Билл Вильямс бұл теориясын бүкіл елге таратып үлгерді. Ол кісінің бір шығарған индикаторы фрактальный геометрия, ол бағаның жоғары не төменгі жағын нақты анықтап тұратыны. Билл Вильямстың ең бірінші торговый индикаторының біреуі ол аллигатор деп есептелінеді. Бұл жерде аллигатор индикаторын пайдалана отырып, брокерлік сауда платформасында бағаның бірқалыпты екенін білуге болады. Рынок структурасында сауда платформасында аллигатор индикаторының көмегі, сауда платформасында ешқандай ақпараттар кірмеген кезде баға бірқалыпты, аллигатор индикатор бірқалыпты қозғалып тұратынын көрсетіп тұрады. Ал егер де рынок структурасына жаңадан басқа да ақпараттар кіретін болса, онда аллигатор индикаторы ол бірнеше бағытта қозғалып, брокерлік сауда платформасындағы сауда платформасында бағаның өзгергенін, бағада жаңадан ақпараттар кіргенін тез арада көрсетіп трейдерге өте тиімді ақпараттар беріп тұрады. Билл Вильямстың трейдерлік командасы 20 жылдың ішінде осы индикаторды анықтап, қаншама рет теориялық немесе практикалық жұмыстар жүргізіп, бұл индикатордың осы брокерлік сауда платформасында өте тиімді екенін көрсетіп жетістікке жетіп отырды. Сауда платформасында физикалық, голографиялық және де кибернетикалық, динамикалық сызық бойынша теория информациясы жайында нақты ақпараттар беріліп отырды. Брокерлік сауда платформасында осы Билл Вильямстың аллигатор индикаторы фьючерспен жұмыс істеуге, облигациялармен жұмыс істеуге, акциялармен жұмыс істеуге өте тиімді, өзінің қолайлы екенін көрсетті. Сол себепті жаңадан келіп жатқан трейдерлерге де және де өте опыты бар трейдерлерге де жол сілтейтін компас ретінде пайдаланып келеді. Билл Вильямстың 30 жыл бойы тәжірибеден шығарылған осы аллигатор индикаторы қазіргі уақытта бірнеше трейдер, жас трейдерлерге де, білімді трейдерлерге де көмегін тигізіп келе жатыр. Аллигатор индикаторы брокерлік сауда платформасында трейдинг менюінде бірнеше индикаторлардың арасынан табылады. Соны осы сауда платформасында сауда жасау үшін қосуға болады. Сонымен қоса Билл Вильямстың фрактальный геометриясын пайдалануға болады. Осы сауда платформасында динамикалық линия арқылы көк линия аллигатордың аузы деп есептелінеді.
Бұл аллигатордың көк линиясы нақты сауда платформасында бағаның нақты равновесиенің не жоғары не төмен кететінін алдын ала ескертіп тұрады. Бұл көк линия брокерлік сауда платформасында егер жаңадан ақпарат кірмегенде бағаның қай жерде болатынын көрсетіп тұрады. Ал аллигатор индикаторындағы қызыл сызық ол сауда платформасындағы равновесиені көрсетеді. Брокерлік сауда платформасында аллигатор индикаторы көгі бір күндік уақытты көрсететін болса, қызыл линиясы ол 4 сағаттық уақытты көрсетеді. Ал брокерлік сауда платформасындағы аллигатор индикаторы жасыл линиясы ол 1 сағаттық уақытты көрсетеді. Индикаторларды қалай бағыттауға болады, қалай анықтауға болады? Индикаторлар бір-біріне қосылған кезде, ол жерде аллигатор, енді орысша айтқан кезде крокодил ұйықтап жатыр деген нәрсені келтіреді, өйткені оның қарны тоқ. Ал үш сызықтың үшеуі ашылған кезде жаңадан информация кіргенін белгілейді. Жаңадан информация келгеннен кейін бұл жерде бағаның не жоғары не төмен кететінін алдын ала ескертіп отырады. Сол себепті жаңадан кірген трейдерлерді, не болмаса опыты бар керемет трейдерлерді осы техникалық анализде осы индикатор арқылы, аллигатор индикатор арқылы бағаның жоғары не төмен кететінін уақытылы анықтап, уақытылы сауда жасап, жетістікке жетіп отырады. Осы аллигатор индикаторын көбінесе пайдалансаңыздар, ешқандай ұтымсыз ұтысқа жететіндеріңізге кепілдік бере аламын. Алайда сіздерге айтайын, осы брокерлік сауда платформасында осындай индикаторды пайдаланғанда сіздерде сондай көңілдеріңіз бөлінбесін. Бұндай индикаторлар жас трейдерлерге де, болашақ опытный трейдерларға да 100% көмегі береді деп. Бұл жерде мен сіздерге айтайын, әрбір индикатор әр кетсе 83% қана нақты ақпарат беріп тұрады. Қалған индикатордың қалған ақпараттарды өзіңіз историяға қарап, тарихқа қарап, бағаның қайда кеткенін, қайда түскенін сол арқылы анықтап, және де сонымен қоса тағы да басқа индикаторлар бар, RSI бар, мағдия индикаторлар бар. Соны қосымша пайдалана отырып, бағаның нақты қай уақытта қайда кететінін нақты анықтап отырып сауда жасасаңыздар болады. Сондықтан сіздерге жаңадан келген трейдерлар, күндеріңіз берекелі әрі сәтті болсын. Осындай әрқашан өздерінің қаржылай сауаттарыңызды ашып, жетістікке жетулеріңізге әрқашан мен сіздермен тілектеспін. Күндеріңіз берекелі әрі сәтті болсын.